Саламатсыздарбы құрметті оқушылар, мен бүгін сіздерге 5-ші сыныптың математика сабағынан натурал сандарға арифметикалық амалдарды қолдану реттілігі деген тақырыппен таныстырып, соған сәйкес есептерін шығарту жолдарын көрсетіп беретін боламын. Яғни, бұл жерде жай ғана есептеулерге сәйкес есептер берілген және олардың реттілігі туралы кішкене әңгіме қыламыз. Бұл жерде мына бір есепте көрсетілген, міне реттілігі, яғни натурал сандарға арифметикалық амалдарды қолдану реттілігі, бұл өз реттері бар еді, оны бастауыш сыныпта көргенсіздер, яғни көбейту, бөлу деген бірінші орындалады, одан кейін қосу, азайту орындалады, жақшаның ішіндегі амалдар бірінші орындалады деген заңдылықтар бар. Сол заңдылықтарды бір рет еске салуымыз керек, тек қана сол. Енді 73-ші есептен бастаймыз. 73-ші есепте есептеңіз дейді. Бұл жерде есептеудің тиімді тәсілін пайдалануымыз керек. Яғни бұл жерде 287-ге 13-ті қосып аламын, сонда 300 шығады. 300-ге 63-ті қосам, сонда 363 деген жауап шығады. Келесі 946-ға мен 72-ні қосып алам, я болмаса 46-ны азайтып алам. Бірінші 946-дан 46-ны азайтып алам, сонда 900 шығады, оған 72-ні қосам, 972. Яғни бұл тиімді тәсілмен есептеу болып есептелінеді. 535-ке 46-ны азайту қажет, я болмаса 11-ді бірінші қосып алу қажет. Маған 11-ді қосқан қолайлығырақ болады, себебі 535-ке 11-ді қоссам 546 шығады. 546-дан 46-ны азайтсам 500 деген сан шығады. Яғни есептеудің ең оңай жолы сол. Енді 61-ді 20-ға көбейтсем де болады, я болмаса 20-ны 5-ке көбейтіп, яғни 20-ны 5-ке көбейтсем 100 шығады, 61-ді 100-ге көбейтсем 6100 деген жауап шығады. Яғни оңайлатып есептейміз, ішінен теріп алып. Келесі 45-ді 6-ға көбейтеміз, және 32-ні 6-ға көбейтеміз. Екеуінде де 6-ға көбейіп тұр, сондықтан мен 6-ны, яғни жақшаның сыртына шығарып жіберемін мына 6-ны. 32 қосылған 45 деп екеуін қосып алам. Сонда 6 көбейген 32-ге 45-ті қоссақ 77 болады. 77-ні 6-ға көбейтетін болсақ 420, оған 42-ні қоссақ 462 деген жауап шығады. Мына жерде де дәл солай 5-ті жақшаның сыртына шығарып алып, 68 азайған 42 деп қарастыруға болады. Бұл жерде 26 шығады. 26-ны 5-ке көбейтсек, 20-ны 5-ке көбейтсек 130 болады. 130 деген жауап шығады. Келесі тапсырма, кезектегі тапсырмамыз 74-ші есеп. Берілген нұсқау бойынша өрнек құрастырып, мәнін табыңдар дейді. 102 және 314 сандарының көбейтіндісін табыңдар дейді. Яғни 102 мен 314-тің көбейтіндісін табу керек. Бұл жерде көбейту кезінде мынадай бір әдіс тәсілді қолдануға болады. 100 көбейген 314 қосылған 2 көбейген 314 деп алуға болады. Мен 100 дегенді 100 қосу 2 деген мені алмастырдым, және көбейту 314-ке екеуінде де көбейту болады. Сонда 3140 қосылған 628 болады. Бұны қосатын болсақ 3740-қа 20-ны қоссақ 68. Яғни ауызша есептеп шығуға болады деген сөз. Ешқандай калькулятордың, я болмаса баған түрінде қосудың қажеттілігі болмай қалады. Яғни осындай бір тәсілдерді пайдалануымыз керек. Кейінгі санды мына санға бөлуіміз керек, яғни бөлінді тап деп тұр. Бұл жерде енді бөлу болғандықтан жай ғана бөлу, баған түрінде бөлу бар ғой, соны қолдансаңдар болады. Ең қолай вариант сол еді. Бұл жерде 249, яғни мына жерде біреу бар, 249 деп қарастырамыз. Мына жерден 11, 2 шығады, 5, 1 болды, 12, 14 түсіреміз, жетпейді, 0 береміз, 5 болады. Содан кейін 1245 шықты. 45 шығу үшін 9-ды қанша көбейтуіміз керек? 9-ды 5-ке көбейтуіміз керек, сонда 5 болады. 5-ті 4-ке көбейтсек 20 болады, 20-ға 5 қосқа 24 болады. 5-ті 2-ке көбейтсек 8, 10, 10-ға жаңа 2-ні қоссақ 12, азайтамыз 105, яғни мынаның жауабы 105 шығады екен. Бірінші және екінші нұсқау нәтижелерінің қосындысын табыңыз дейді. Яғни 105-ті қосамыз деген сөз. 3768-ге қосамыз 105-ті. Бұл кезде 3873 шығады деген сөз. Келесі 75-ші есеп. Амалдардың көрсетілген реттілігін пайдаланып тиісті жерге жақша қойыңдар, өрнектің мәнін табыңдар. Яғни жақшаны қойып шығамыз. Бірінші қай жерде жұмыс орындалу керек, яғни азайту орындалу керек екен бірінші, демек бұл жерге жақша қойылады. Екінші бөлу орындалу керек, яғни жақшаның ішіндегі орындалғаннан кейін бөлу орындалады, одан кейін қосу орындалады үшінші. Яғни осы реттілікпен орындалады деген сөз. Сендер осыны орындап, яғни жауабын шығарасыңдар.
Мына жерде де бірінші қосу орындалады, содан кейін бөлу орындалады, содан кейін көбейту орындалады. Мына жерде бірінші деп тұр, азайту орындалады, одан кейін тағы азайту орындалу керек, себебі екінші ретке көрсетілген. Содан кейін көбейту болады, ол үшінші амал болады. Бірінші амал яғни қосу деп тұр, екінші амал ол азайту деп тұр. Содан кейін екі жақшаның ішіндегі жауаптарды бөлеміз, одан кейін көбейтеміз, яғни соңғысы төртінші амал болады. Содан кейін жауабын шығарасыңдар. Бұл жерде қиыншылықты жоқ, есептеу, жай ғана есептеулер берілген деген сөз. Кейінгі есеп, өрнектегі амалдардың орындалу реттілігін көрсетіңдер, өрнектің мәнін табыңдар дейді. Бұл жерде ең бірінші, яғни мына жерде бірінші көбейту орындалады, 1. Екінші жақшаның іші орындалады, 2. Одан кейін жақшаның ішіндегі санды мынаған көбейтеміз, 3. Ол шыққан жауапты мынаған қосамыз, бұл төртіншісі болады. Ол шыққан 4-ті 36-ға бөлеміз. Төртінші жолда қанша шықты? Соны 36-ға бөлеміз, ол 5-ші жол. Одан кейін азайтамыз, бұл 6-шы жол деп есептелінеді. Түсінікті ғой? Одан кейінгі есеп, кезектегі есеп, берілген сызба нұсқа бойынша өрнек құрастырып мәнін табыңдар дейді. 126-ға 14 қосамыз, сол кезде қанша шығады? 140 шығады. 140-ты 5-ке бөлеміз, яғни 100-дің ішінде 20 бар, 40-ның ішінде 8 бар, демек жауап 28 болады. Енді 90-ны 18-ге бөлеміз, ол кезде 5 шығады. 28-ден 5-ті азайтамыз, мына жерде азайту көрсетілген, 28-ден 5-ті азайтсақ 23 шығады. Демек, ең төменде 23 деген жауап шығады екен. Келесі тапсырма, амалдардың орындалу реттілігін көрсетіп есептеңдер дейді. Жай ғана есептеу, бұл жерде мен есептеудің жағын жауабын көрсетпеймін, сендер реттілігін көрсетуім мүмкін. Яғни бұл жерде бірінші қайсы орындалады? Бірінші мынау орындалады, бөлу жақшаның ішінде. Одан кейін не орындалады? Азайту орындалады. Осы ішіндегі жақша орындалады, ол екінші болады. Осы екіншісі мына 8-ге көбейеді, яғни жауап шығады, ол үшінші амал болады. Одан кейін мынамен азайту болады, бұл төртінші амал болады. Содан кейін қосу болады, бұл бесінші амал болады. Одан кейін бөлу болады, ол 6-шы амал. Шыққан жауапты 7-ші амал 16-ға қосамыз деген сөз. Яғни 7 жолы орындалады деген сөз. Түсінікті ғой? Яғни әрбірінің үстіне жазып шықса, олай жазылады. Жаңа жоғарыда көрсетіледі ғой, сол реттілікпен жазсақ, мына жер бірінші болады, мынау екінші болады, мынау 3, мынау 4, мынау 5-ші амал, мынау 6, мынау ең соңғы 7-ші амал болып есептелінеді. Келесі есепте де дәл солай болады. Бірінші жақшаның іші орындалады. Жақшаның ішінде жақша бар, сол ішіндегі жақша орындалады. Ол бірінші, мынау екінші, мынау үшінші, мынау 4, мынау 5 болады. Содан кейін 6 болады, одан кейін 7 болады. Яғни жақшаның сыртына шығамыз деген сөз. Одан кейінгісі, мына бірінші жақшаның ішінде мынау орындалады, екінші мынау орындалады, мынау 3, мынау 4, мынау 5-ші болып орындалады. Яғни шыққан жауаптарын осылай жинақтаймыз. 5 болса, мынау 6 болады, мынау 7 болады, мынау 8-ші орындалады. Яғни азайту ең соңында орындалады. Ең бірінші жазылып тұрған азайтуымыз 100-ден азайтатын ең соңында азайтылып шығады деген сөз. Келесі. Берілген сызба нұсқа бойынша өрнек құрастырып мәнін табыңдар дейді. Жаңа сияқты есеп болып тұр бұл жерде. Бұл үшін 228-ді 19-ға бөлеміз. 228-ді 19-ға бөлетін болсақ, яғни қанша шығады, соны анықтап алуымыз керек. 228 бөлінген 19. 12 шығады, яғни 12. Мына жерде 12 болады. 12-ні 21-ге көбейтеміз. 12-ні 21-ге көбейтсек, шыққан жауапты мына жерге жазамыз. 252 деген жауапты. Енді 135-ге 203-ті қосамыз, ол деген сөз 338. 338-ден азайтамыз. 338-ден 252-ні азайтамыз. 86 шығады. Демек, мына жерде сұралып тұрған сан 86. Келесі есепте 1965-тен 613-ті азайтамыз. 1965 азайған 613. 1352 болады. Оны бөлеміз 52-ге.
Ол кезде 26 шығады. Оны көбейтеміз. 18-ге 3068 шығады. 3068. Енді бұл бірінші, яғни мына реттілік бітті. Енді жоғарыдан мына аяқтан бастаймыз. 649-ды азайтамыз 431-ден. 218 шығады. Ал енді 2834-ті бөлеміз 218-ге. 13 шығады. Енді 13-ті қосамыз 3068-ге. Сонда 3081 болады. Яғни мына жерде 3068 емес, кешіресіздер, бұл жерде 468 болады екен. 468. Сол кезде мынаның да жауабы өзгереді. Қосатын болсақ, бұл жерде 481 шығады. Яғни ең жауап, соңғы жауап мынау болады деген сөз. Осымен бүгінгі сабақ тамам. Сау болыңыздар.